Болды, брат, видеоны алдың, енді бір сұрақ бар да. давай. Осы видео үшін қанша теңге маған ұсына аласың? Каспийін айтсам, мен саған аударып жіберемін. Қазір көп адамда дрондар бар. Бірақ кейбіреуі оны ойыншық ретінде ұстайды. Ал кейбіреуі тек қана табиғатты түсіреді. Мен дронмен қанша ақша табуға болатынын тексерейін деп жатырмын. Бүгін мен кәсіпкерлерге барып, мекемесін дронмен түсіріп беретін боламын. Ал ең қызығы, соңында кәсіпкер мен съемкамды қаншаға бағалайтынын бірге білеміз. Жанесі флауш осы ғой. Давай осыған ұсынып көрейік. Жүрінде кеттік. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Администратор кіммен сөйлесің? айта беріңіз мен. Сізге ба? Дронмен съемка жасайын деп едім. Қалай қарайсыз оған? Қалай ол сонда дронмен съемка тек аласың? Ішті түсірем, сыртты түсірем деген ба? О, как раз бізге осындай нәрсе керек еді. Все хорошо? Все? Келістіңіз ба, да? келістім. Все, біз кеттік. Аха. Не, брат, видео. Уже болып қойды ма? Видео дайын тұр. Мынандай болып шықты ше. Қараңыз. Ё-моё. Қалай? Әдемі. Мына жеріне барғанда әдемі. Әдемі. Гүлдерді бүйтіп айналдырып түсірдім. Әдемі. Все, рахмет. Бұны қалай аламын енді? Сізге airdropпен жіберейін қазір. Все, хорошо. Болды, брат, видеоны алдың, енді бір сұрақ бар да. Давай. Осы видео үшін қанша теңге маған ұсына аласың? Каспийін айтсам, мен саған аударып жіберемін. Мен саған міне қазір бірден суммасын айтпай қойын, Каспийін бет. 776. Достар, бүгінгі тапқан ақшамыз осы 10.000 теңге. Рахмет сізге. Ой, рахмет. Ісіңе береке берсін. Все, мен кеттім анда. Аха, жақсы. Рахмет. Если что, хабарласамыз. Достар, бүгін мен Жанессодан 10.000 теңге таптым осы дрон арқылы. Енді келесі күнді келесі видеода көреміз. Кеттік ал.